Ресей Мәскеу тарихи қала орталығы. Екі қабатты ескі үй. Ғимарат жерге батып кетті. Бірінші қабаттың терезе төсеніштері жер деңгейінде. Екінші қабаттағы терезелерге қарайық. Бірінші қабатта терезелер ені бірдей, бірақ биіктігі жағынан кішірек. Бұрын екі қабаттағы терезелердің биіктігі бірдей болған көрінеді. Екінші қабаттың биіктігі бірінші қабаттың биіктігінен әлде қайда көп. Айырмашылықты көріп тұрсыз ба? Екінші қабаты биік, ал бірінші қабат жарты өлшемді. Бірінші қабаттағы терезелер қалай безендірілгеніне назар аударыңыз. Ауладан ғимаратқа қарайық. Бұрын мұнда терезелер болған. Міне терезенің үстінде сәндік кертпеш бар. Көше жағындағы сияқты. Міне терезенің ашылуы. Оны кірпішпен қалап, сылақпен қаптады. Неліктен жер деңгейінде терезе жасау керек? Содан кейін оны кірпішпен төсеу керек пе? Бұл сәулетшінің данышпан жоспары ма? Тарихшылар бұл үй еңіске салынған деп түсіндіреді. Сондықтан сол жақтағы терезелер жер деңгейінде болып шықты. Бірақ бірінші қабатта биіктік жоқ екені анық. Бірінші қабаттың астында жертөле болу керек. Көрші көп қабатты үй сияқты. Үйде еңіс үстінде. Дегенмен оның сол жақ шеті терезе төсеніштеріне дейін жерге батпайды. Құрылысшылар негізін қалыпты биіктікте жасады. Ескі сарайдың жертөлесі мүлде жоқ. Тарихшылар көп жылдар бойы үй өз салмағынан жерге батып кеткенін айтады. Ресми құжаттама бойынша үйдің жасы 200-ден 250-ге дейін. Бұл көп қабатты ғимаратқа 90 жыл болды. Оның салмағы әлде қайда көп. Үлкен масса бір ғасыр бойы үйді жерге түсірмеді. Екі ғимарат бір беткейде орналасқан және бір типті топырақта. Бірақ жеңіл екі қабатты ғимарат терезе төсеніштерінің деңгейіне дейін жерге шөгеді. Неліктен бұл болды?